Сәлем достар, бүгін сіздерге сүзбеден жасалатын сырникидің рецептісін ұсынамын. Ол үшін бізге алдыменен сүзбе қажет болады. Сүзбе, яғни творог, құрғақ болу керек. Менде қазір рассыпчатый домашний творог. Сол себептен менде рассыпчатый творог болғандықтан мен оны блендермен езіп аламын. Егерде мен оны блендермен езбесем, біздің сүзбе өзінің формасын ұстамай қалады. Ал егер сіздерде шашылмайтын, қолмен қысқанда бірігетін творог болса, онда соны пайдалана бересіздер. Ең алдымен осы сүзбеге мен жұмыртқа саламын. Оның үстіне дәміне қарай қант салып араластырамын. Және де жаңа айтқандай блендермен езіп аламын. Блендермен езбесем, формасын ұстамай қалады. Сырникидің рецептісінде ең маңызды нәрсе ол сүзбеге байланысты. Сүзбе міндетті түрде бірігу қажет. Жақсылап еземіз, кейін ұн қосып формасын жасайтын боламыз. Сүзбені езіп болдық, оның үстіне ұн саламыз, тағы да жақсылап араластырамыз. Байқағандарыңыздай, сүзбені езгеннен кейін ол қоюланып, қаймақ тәрізді басқаша қалыпқа енді. Сол себептен де міндетті түрде сүзбелеріңіз осындай болу керек. Қатты құрғақ шашылып тұратын болса, одан сырники шықпайды. Тақтайшаға кішкене ұн себеміз, қолымызға да ұн себеміз, өйткені қазір сүзбені алған кезде жабыс қалмау керек. Бір қасықтан алып, осылай дөңгелетіп, сырникидің формасын жасаймыз. Биіктігі өздеріңіздің қалауынша, қатты биік қылып жасасаңыздар болады, әдемі көрінеді ол кезде. Маған өзіме жұқа қылып жасаған ұнайды, өйткені ол кезде өте тез піседі. Міне осындай әрекеттермен біз сүзбенің формасын береміз. Міне бізде сүзбе дайын, қатты осы ұнға малып қажет емес. Кішкене осы формасын жасап, шетке қоя берсеңіздер болады. Барлығын солай жасап шығамыз. Әрбір сырникидің формасын менде бір ас қасықпен бірдей жасадым. Бір ас қасықтың көлеміндей. Қызып тұрған табаға сары май саламыз. Сары май салсаңыздар өте дәмді болып шығады. Егер сары май болмаса, сұйық май құюға да болады. Майымыз еріген соң, қызып тұрған майға сырникиді жайлап салып бастаймыз. Кейін қақпағын жауып қойып пісіреміз. Екі жағынан қызарғанша аударып пісіретін боламыз. Сырники дайындау өте оңай, ешқандай да қиындығы жоқ. Ең бастысы жақсы сүзбені таңдай білу керек. Өйткені барлық сүзбе осы сырникиді жасауға үйлесе бермейді. Сол себептен де жақсы сүзбе таңдай білсеңіздер, немесе құрғақ, жаңағындай, орысша айтқандай рассыпчатый болса, оны блендермен езіп алсаңыздар болады.
Біздің сырники дайын болды. Өте керемет болып шықты. Сіздерге де жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Сіздерде де 100% шығатынына кепілдік бере аламын. Сіздермен болған Айнұр. Видеоға лайк қойып, комментарий жазып қойыңыздар.